Ел мен жер бізге аманат, Аллаштың баласы. Ел мен жер бізге аманат, Аллаштың баласы. Кіреміз қазір. Ескертіп жатырмын, қандай да бір акция, заңсыз акция істейтін болсаңыз, біріншіден наразылық акцияны тіркеу үшін хабарлама қалдыру. Нет, жасайтын алдын заңға сәйкес сіздер қазір әкімшілікке хабарлама беру керек. Көліңіз көрсетіңізші? 3 күн бұрын. Сол үшін прокурор деген көліңіз көрсетіңіз. Мен сізге көрсетемін. Жоқ, көрсетіңіз, кіреміз. Кіреміз. Біз қазір немізді айтамыз, сосын кіреміз. Көліңізді көрсетесіз бе, көрсетпейсіз бе? Мен сізге көрсетемін, ішке кіріңіз. Бар ма өз қатаңыз? Бар. Кіріңіз, көрсетемін. қазір көрсетіңізші. Кіріңіз, көрсетіңізші. Кіріңізші, қазір мен сізге айтамын. Прокуратура қызметкері екенін дәлелдейтін болсаңыз, көрсетіңіз бірінші. Олтыңыз сізге кіріңіздер, түсіндіреміз. Кіреміз қазір, иә. Кіріңіздер. Бүгін мынау біз Шымкент қаласы, мынау бүгін 8 тамыз, мынау Қуат Ахметовтың мынау қылмыстық кодексінің 174 бабымен қылмыстық іс қозғалуына байланысты біз осы прокуратураға петиция тапсыруға жиналдық бүгін. Сол мақсатта осы азаматтар өзінің қазір пікірін айтып, прокуратураға ішке кіріп, өзіміздің пікірімізді, немізді, талабымызды қоямыз. Қазақстан Республикасының бас прокурорына мына Қуат Ахметовті үстінен қылмыстық кодексінің 174 бабымен және әкімшілік құқық бұзушылық кодексімен 145 мың теңге айыппұл салған. Соларды айыппұлдардың күшін жойып, осы Қуат Ахметовті қайта елге қайтарып, мынау өзінің тілін қорғаған үшін біз қайта ондай азаматтарды марапат жасауымыз керек. Аллаға сөйлейсіз бе? Ассалаумағалейкум, Қазақстан жұртшылығы. Қазіргі таңда Қазақ Республикасы, Қазақ мемлекеті планетадағы өзінің мемлекеттік тілін өз билігінен осы тілімізді мемлекеттік тұғырға қондыруын нақты түрде талап етіп келе жатқан планетадағы жалғыз ғана мемлекет деп айтуға болады. Оның нақты айғағы біз 30 жылдан бері осы Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тілімізді өзінің тұғырына қондыра алмадық. Сол себепте биліктен қайран болмағаннан соң осы Қуат Ахмет бастаған осындай белсенділердің қозғалыстары қазір барлық жерде өзінің әрекеттерін жасап жатыр. Бұл Қуат Ахметтің іс әрекетінде ешқандай қылмыстық әрекет жоқ. Бұл тіл майданы қозғалысы барлық жерде өзі сауатты түрде, заңды түрде қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде тұғырға қонуын заңды түрде талап етіп, соның орнығуын қадағалап, сол жолда күресіп жүрген азамат. Міне қазір осы Қуат Ахметовті осы тіл, өзінің мемлекеттік тіл үшін күрескен азаматты айыпты етіп тағып осындай үстінен қылмыстық іс қозғап отыр. Сондықтан да ол қазір елден кетуге мәжбүр болды. Сондықтан да біздің талабымыз Қуат Ахметті қудалау тоқтатылсын. Қазақ елінің мемлекеттік тілі тұғырға қондырылсын. Қазақ Республикасында, қазақ мемлекетінде мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінің мемлекеттік статус туралы жеке дара заң қабылдансын. Біз осыны талап етеміз. Ішке кіріп жеткізейік онда, иә. Жүріңіздер. Петиция бар. Жер болмай, ел болмай. Ашық па? Одан да жері түрде керек емес. Жалпы негізі прокурор Қазақстан бойынша жоғары заңдылықты қадағалаушы жүзеге асыратын органы. Біз Шымкент қаласында тіл туралы заңдар көп бұзылады. Ол туралы мен 2020 жылы қалалық әкімдікке арыз берген болатын, бірақ митингке рұқсат берген жоқ. Біз одан кейін прокуратураның алдына келуге мәжбүр болдық. Жалпы петицияны бас прокурордың назарына жолдаймыз. Ол жазылған, Ғабит. Осы азаматтар қол қойып, қазір сіздерге біреуін ала беріңіз. Бас прокурор Гизат Нұрдәулет мырзаға Шымкент қаласының бір топ белсенді азаматтар атынан. Аға, сіз оқып шығасыз ба, өзім оқимын ба? Міне. Қазақстан Республикасының бас прокуроры Гизат Нұрдәулет мырзаға соңғы кезде Шымкент қаласының бір топ белсенді азаматтар атынан
Соңғы кездері Ресей мемлекет тарапынан оның сыртқы істер министрлігі, мемлекеттік дума, Россотрудничество сияқты ұйымдары және ресейлік ультра оңшыл саясаткерлер мен журналистер арқылы Қазақстанның ішкісіне араласу орын алды. Осының бәрін аяқ асты бір мезгілде мақсатты түрде ұйымдастырған соншалық оны көрмеу, байқамау еш мүмкін емес. Өкініштісі сол, Қазақстанның билік органдары, оның ішінде заңдылықты қадағалаушы жоғары органы болып табылатын бас прокуратура да бар. Заң аясында әрекет етіп, ұлттық мемлекеттік құндылық болып табылатын мемлекеттік тілімізді және мемлекеттік тілде қызмет ету талап етуші белсенді азаматтарды қорғап қалудың орнына ресейшіл оңшыл күштердің толық ықпалында кетті. Әрекет етіп жатқаны бірнеше жыл болған тіл белсенділеріне қатысты мемлекетіміздің бас идеологы Абай пещерный национализм деп ат қойса, үңгірдегі ұлтшылдар деп заңдылықты қадағалаушы бас прокуратура ресейлік саясаткерлердің тікелей талабымен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 174 бабымен Қуат Ахметовке қылмыстық іс қозғады. Осындай әділетсіздік салдарынан мемлекеттік тілді қолдануды конституция, тілдер туралы және тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңдар аясында қорғауды қолға алған патриот азамат Қуат Ахметов өз ана тілінде қызмет көрсетуді талап еткені үшін өз елінен шетелге шығып кетуге мәжбүр болды. Біздер Қазақстан Республикасының азаматтары, тәуелсіз ел азаматтары ретінде сізден басқа бөтен мемлекеттің біздің ішкі ісімізге қол сұғуына жол бермеуін, Қазақстанда қазақ тілді азаматтардың өз ана тілінде қызмет алуға деген конституциялық құқығын қамтамасыз етуді, тіл белсендісі Қуат Ахметовке қозғалған қылмыстық істі қысқартып, оның елге қайтуына мүмкіндік беруді және ол туралы бізге болмаса Қуат Ахметовке немесе оның адвокаты Абзал Құспанға ресми хабарлауын талап етеміз. Егер бұл заңды талабымыз орындалмайтын болса, онда Қазақстан Республикасы бойынша жаппай бейбіт митингке шығуға мәжбүр болатынымызды сізге ашық ескертеміз. Бұл бас прокурор Ғизат Нұрдәулетовке азаматтық қоғамның жалпы белсенді азаматтардың талабы. Петицияға қол қойып өткізейік. Сол бүгін Шымкент қаласының бір топ азаматтары мынау тіл майданы жетекшісі Қуат Ахметовке қозғалған қылмыстық іске өз наразылығымызды білдіріп, мынау еліміздің бас идеологы Дәурен Абаев президент әкімшілігінің бірінші орынбасары соған байланысты прокуратураға қалалық өзіміздің талабымызды жеткізуге жиналдық бүгін. Енді тіл мәселесін біз өзіміз қорғауымыз қажет. Жеке меншігімізді қалай қорғаймыз? Сол сияқты өзіміздің тілімізді солай қорғауымыз қажет. Себебі ұлтқа қатысты нәрсе. Бұл енді бір саясат емес, басқа нәрсе емес, бұл ұлттың тілі, бұл тіл туралы заңның өзіне бізде жазып қойған, тілдер туралы заңды жаңағы саясиландыруға болмайды деп. Біздің үкімет бар нәрседен саясат іздеп отыр ғой қазіргі уақытта. Сен өз тіліңді қорғасаң да, жеріңді қорғасаң да, ол саясатқа айналып ақыр аяғында азаматтардың қамалуымен, зардап шегуімен, қудалануымен біздің елде. Ешқандай тыйым салынған үйім емес тіл майданы мысалы. Бірақ сонда да мына қылмыстық іс қозғау өте заңбұзушылық деп есептейміз. Біздің мынау бас прокуратура заңдылықты қадағалаушы осыны назарына алып, Қуат Ахметовке қозғалған қылмыстық істі қысқартады деген біздің үмітіміз бар және талап етеміз. Міне қолымызды қойдық. Енді прокуратура қызметкерлері қабылдап алады. Болды ма? Қол қойып біттіңіздер ма? Ары жаққа. Қай жерге өткіземіз? Сізге ма? Жақсы. Мынау Ерғали деген жігіт тапсырып жатыр құжатымызды. Тіл мәселесі бойынша мына кезекші прокурорға. Енді шамамыз келгенше наразылығымызды білдіріп жатырмыз. Не жазылу изменения. Егер бас жағын көрмеген кісілер болса, тағы да естеріңізге салып жіберейін. Қуат Ахметов деген еліміздің азаматы, сол жігіт қудаланып жатыр. Мемлекеттік тілді, яғни қазақ тілімен қызмет көрсетпеген үшін бейне жазба шығарған. Соған бола өзінің елінде өзінің тілін қорғаған үшін сол жігіт қудаланып, оған қылмыстық іс ашылып, елден басқа шетелге
кетуіне себеп болды. Сол мәселемен біз мынау шымкенттік белсенділер мынау еліміздегі заңдылықтың бәрін қадағалайтын прокуратураға келіп наразылығымызды ауызша да, бейне жазба түрінде де, жазбаша да білдіріп тапсырып жатырмыз. Міне ресми тапсырдық. Кейін әңгіме болмас үшін міне ресми қағазын алдық. Кейін бізге айтады ғой, тапсырмадыңдар, бізге айтпадыңдар деп. Сондықтан бәрін тапсырдық, айтып жатырмыз, білдіріп жатырмыз. Көшірмесін алып қалмаймыз ба? Болды, иә, сол бүгін Қуат Ахметовтың Украина қаласында кепті деп естіктік. Қылмыстық кодекстің 174-ші бабымен қылмыстық іс қозғалған. Біз олай жалпы қазақ қоғамы біз қылмыстық іс қозғалады деп күткен жоқпыз негізінде. Ол бір тыйым салынған ұйымда емес, ешқандай жай өзінің ұлттың тілін қорғап, жаңағыдай тіл туралы заңдылықтарын орындауын талап еткен үшін прокуратура органдарының жалпы күштік құрылымдардың қылмыстық іс қозғалуы ол өрескел заң бұзушылық деп есептейміз. Біз бұл Қазақстан Россияның субъектісі болса, автономиясы болса, онда біз той салайық, онда тәуелсіздік күнін тойлап, Конституцияның 30 жылдығын тойлап, не керегі бар бізге? Сондықтан осы сұрақтарды жауап беру үшін біз Қазақстан Республикасының бас прокурорынан біз сұраймыз. Қазақстан Ресейдің субъектісі ме, әлде тәуелсіз ел ме? Тәуелсіз ел болса, неге тіл туралы заңдылықтар талап етіп жүрген азаматтық белсенді Қуат Ахметовке неге қылмыстық іс қозғалады? Ал егер субъектісі болса, онда шынымен біз ештеңе жасамаймыз онда. Россияның біз жаңағыдай автономиясымыз, тәуелдіміз, бағынышты болсақ, ештеңе істемей қойып онда. Сіздердің жаңағы қылмыстық іс қозғағандарыңызбен келісіп отыра берейік. Ал егер тәуелсіз ел болсақ, ол нәрсе мүмкін емес. Сондықтан біз азаматтық қоғамның талабын жеткіздік. Бас прокурор заңға сәйкес бір айдың ішінде жауап беруге тиіс. Енді бас прокурордың жауабын күтеміз. Сол жалпы Қазақстан бойынша барлық қаланың азаматтары тапсырады деп есептеймін. Осы акцияға, петицияға күн қосады деп есептеймін. Жақсы рахмет. Жалғастырасың ба? Болды. Міне ағайын, бүгін осымен петициямызды тапсырдық. Енді бас прокурордан жауап күтеміз. Іске сәт, қазақ тілінің қолдаушылары бар. Қазақ тілінің қолдаушылары тұрғанда қазақ тілі өлмейді, қазақ тілі мәңгі жасайды. Бұл жерде тек мемлекеттік органдардың әлсіздігі, дәрменсіздігі. Сол біз азаматтардың құқын сақтауды, тіл туралы заңдылықтарды, талаптарын орындауды біз бас прокурордан талап етеміз.